Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осы сабынның жасалу жолын үйрететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік достар, енді бастайтын боламыз. Осы жүрек сабының жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен бізге осындай ыдыстардың қайдан алу керектігін мен сіздерге осы каналдың жоғары жағына сілтемесін ұстап кетемін. Сол видеодан көрсеңіздер болады. Ең алдымен достар, мына тұрған люблю деген жазу және де мына гүлдердің ақ менің аясына жасайтын боламыз. Ең алдымен осыған менің аясын аламыз да ертіп алатын боламыз. Міне достар, мен ертіп алдым. Осы сприч бізге керек болады. Ең алдымен мына тұрған прозрачный ыдысымызды ішін спиртпен дұрыстап шашып аламыз. Себебі мына ішінде ақ менің аясын аламыз. Алған кезде ол астында қалып жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан оны шаша берсеңіздер болады. Енді менің аясын аламыз. Осы спричке құйып алып, жайлап мынаның іштеріне құятын боламыз. Енді гүлдеріне қоямыз. Міне достар, құйды, енді осыны 1-2 минут күтетін боламыз. Міне достар, қатты уже 1-2 минутта. Осылай қолмен ұстап көрсеңіздер де болады. Енді ертетін боламыз. Мен кесіп дайындап қойдым. Міне достар, ертіп алып келдім. Осылай араластырып аламыз. Енді кезекте тіс қосатын боламын. Мен розовый тіс қосамын. Тісті өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Қазір 1-2 тамшыдан көреміз. Тағы қосып жібереміз ішіне құттай. Осы жарақ болар. Енді араластырайық. Сабын жасаған кезде тез-тез жылдамдық керек болады бізге, себебі бұл момент қатып қалады. Енді мен түске ромашканы қосам. 1-2 тамшыдан соң. Бұның иісі өткір болады. Иіс күшті. Міне достар, дайын болды. Енді кезекте мына қазір ыдысымызға құятын боламыз. Құймастан бұрын бұл ыдысқа ең алдымен спиртпен шашып аламыз. Себебі мына біздің шашқан спиртіміз уже ұшып кетті. Дұрыстап араластырып аламыз. Бір ескере кететін жағдай бізде менің аясына дайын болса, ыссы болған жағдайда прозрачный ыдысқа құймаңыздар. Себебі сіз мына ішіне белый аясын аламыз. Құйдық қой, сол еріп кетеді. Сондықтан кішкене күте тұрамыз, осылай араластырып, суығанша. Достар, мынадай әдемі сәби сабындардың жасалу жолы менің каналымда бар. Көріп жасасаңыздар да болады. Өте әдемі. Әртүрлі шапкасымен жасалған нелерде бар, сәби сабандарда бар.
Міне достар, дайын болды. Енді мынаған құятын боламыз. Міне достар, құйдық. Мынадай көпіргіштер болған жағдайда осы спиртпен шашып жіберсеңіздер кетіп қалады. Міне достар, енді осыны 5 минутқа қоямыз. Қатқанын көреміз. Міне достар, қатты. Енді осыған сіздерге алу жолын көрсететін боламын. Жайлап бір шетінен бастап, осылай пышақпен қарап алып шығамыз. Вау, күшті. Міне достар, осымен біздің жүрек сабынымыз дайын. Видеоны аса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын.